алдыңғы видеоларға деген лайк просмотр жинағанбыз. Бұл МТА сервер, капиталист Қазақстан сервері, және де бұл серверде барлық көлік, машина, көптеген жұмыстар бар. Қазір сіздерге барлығын көрсетіп, сіздерге түсіндіретін боламын. Ендігі достар, енді білмеймін, осы вокзалдан шығуларыңыз керек. Мен негізі осы вокзалдан да шықтым. Енді бонус жазамыз. Бонусқа қанша теңге беретінін көреміз. Мінекей достар, 55.000 теңге бонусқа. Қазір біз билік айдандағы алып неге барамыз? Короче, праваға барып, права тапсырып, достар, өзіміздің жеке куәлігімізді алып, кәдімгідей ендігі көлік айдауымызға ертең жақсы болады. Қазір сервер қатып кетті, ренжімеңіздер, серверден өзіне екенін атап. Мінекей, қазір жеңіл көлік деген тапсырамыз. Содан кейін біз көлік алып, емін-еркін көлік айдаймыз. Мен негізі қазір бір көлік алып қойғанмын. Сіздерге көрсетемін, ол қандай көлік екенін. Және де осы праваны тапсырып тастайық. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, өзіңіздің пікірлеріңізді комментария жазыңыздар. Бірақ мен көбінесе комментарияны отключить етіп тастаймын. Өйткені кейбір балдар, хейтерлер, мысалға жаман комментарий жазбасын деп, комментариямды ластамасын деп, кәдімгідей отключить етіп тастаймын. Оған енді ренжімеңіздер достар. Егер видео ұнаса, кәдімгідей лайк басып, арнаға тіркелсеңіздер, кәдімгідей мен өзім сол лайкпен арнаға тіркелгеннің арқасында мотивация аламын. Содан көптеген видеолар алдағы уақытта шығады. Және де қандай рубрика бастайын сіздерге, мысалға выживание ма. Қазір осының өзі мысалға выживание қылып түсіріп отырмын. Бірақ білмеймін, 54 миллион қалтамызда бар. Бонус арқылы бірден байып кеттік. Дефті айтып жүр. Қазір достар, сіздерге мен барлық салондарды көрсететін боламын. Және де бұл серверде салон бір жерде орналасқан екен. Сонысы жақсы. Әр салонға жүгіріп, уақыттарыңызды кетірмейсіздер, кәдімгідей. Бір салонда барлығы орналасқан. Онысы өте тиімді деп ойлаймын. Ендігі қазір сіздерге салонда барып көрсетсе, лайктарыңызды басып, қазір көліктерді көресіздер. Лайктарыңызды басып, арнаға келіңіздер. Осы видеоға мен 40 лайк сұрағым келіп отыр. Егер сіздер алдыңға кейін көрсетсеңіздер, 40 лайк смело деп ойлаймын. Енді бірінші көлік бізде 450 мың теңге. Бонус алғаннан кейін бұл енді ойнамай қалады десем де болады. 21.17, 21.13, мінекей 21.099, Прирора бар екен, Лада Веста, Нива түсін қаралып қойсайын, е? Мінекей, жоқ, қосылайын, нормально. Мінекей, Toyota 40 бар екен достар, қазір осы көлікті алам мен. Және де мінекей Toyota. Енді өздеріңіз оқып отқан шығарсыздар. Мен кәдімгідей аузымды ауыртпай кәдімгідей сіздерге өз тілімде айта берейін. Бұл E34, E39. Бағаларын өздеріңіз көріңіздер. Егер видеодан дұрыс көре алмасаңыздар, серверге кіріп, кәдімгідей ойнап, серверді бағалап, админдерге рахметтеріңізді айтсаңыздар, вообще мощный болатын. Және де біздің арнада қазіргі уақытта 50 немесе 70 подписчик қазір. Енді достар, алдыңғы көптеген лайк пен просмотрымды және де каналдағы адамдарды көбінесе алып тастап отырыпты. Енді білмеймін, YouTube алып тастай береді. Сіздер активностьті азайтпай, одан әрмен көбейтсеңіздер, мүмкін YouTube біздің активностьімізден сіздерді менің каналымнан алып тастамаса болды. Енді
мінекей барлығын көрсетіп жатырмын. Сіздер өздеріңіз көрді деген ойдамын. Мінекей мынандайға дейін бар. Міне GLE S63 Maybach бар міне. GLE тағы да бар. GLE AMG бар. Және де Geely бар. GT AMG спорт көлік бұл. Және мінекей тағы да көп деген көліктер бар. Range Rover SLR, Mitsubishi Lancer бар. Бұл енді дрифт шығар, мен осыны алып сіздерге дрифтті ұсынбақпын. Енді достар, менімен бірге ойнағыларыңыз келсе, осы серверге кіріңіздер, IP адресі, бүкіл группа барлығын описанияға қалдырамын. Енді осы серверде көбінесе ойнаймын десем де болады, өйткені алдыңғы Ready Қазақстан серверінде келеңсіздіктер болып қалды. Енді осы серверде видео көп шығады. Алдағы уақытта мен кино түсіргім келеді, балдарды жинақтап жатырмын жаймен деп. Енді киноға дайындық. Енді ол кино енді 3-4 күнде, ямса 1-2 видеодан кейін кинода шығып қалуы мүмкін. Мінекей Rolls-Royce Phantom бар, Tesla Model X, RS6, мінекей Jeep дейтін бар. Көп деген көліктер бар. Өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Мен қазірден таусалмай жатырмын. Кәдімгідей барлығы керемет. Өздеріңіз көріңіздер. Мінекей Urusқа дейін бар екен. Мен бағана байқамаппын Urusты. Мен баллондар кіші болып қапты, настройка арқылы баллондарын үлкіп аласыздар. Мінекей Bentley бар екен, Cabriolet күшті. Бұл дейтін енді 95 миллионға Bugatti Chiron, Bugatti Divo. Енді бұлар енді әдемі көліктердің бірі. Енді бұл ақшасы көтергендер алады. Және де қазір сіздерге мінекей жаңа айтқан көлік бұл ел. Номерін алмастыру керек, енді білмеймін, номеріне қате шығар. Админдер оны дұрыстайды деген ойдамын. Мінекей мына жерде сары бірдеңе тұр. Бұл не екен? Аяқта жоқ па? Осы сары не екен? Жұмыс па екен? Соны көріп кетейік. Бағанадан бері көзіме қатты көріп тұр енді картадан. Не дейді? Пицца жеткізуші жұмыс, қош келдіңіз, пиццаны қоймадан алып. Онда да жұмысты бастайық. Мінекей қоймадан алдық қоймадан. Не дейсің? Енді қақа апарамыз? Жоқ, енді қақа апарамыз? Жоқ, бұны қақа апарамыз. Маған шықты ма? Сіз алды, 5 тапсырыстар дейді. Телефонды ашып көрейік. Ана жерде тұр екен. Қазір барамыз. Ми карта дегенде дұрыс көрсетуге жоқ. Вам счастливый зарплата болады. Че? Мен айтпақшы не екен ғой? Зерифан Ганг екен. Енді достар, видео ұнап, сервер ұнап жатса, лайк басып, анаға тіркеліңіздер. Не өлі? Ой, не деген келеңсіздіктер мынау? Бұндай жағдайда өлу керек. Өлмесең енді аурухана мінекей. Бұл жерге енді анамна мәселелер салыну керек деп ойлаймын, өйткені мына жерде аурухана әдемі екен. Ойбай, жабысқан нөлмейміз. Қазір көрейік. Сондықта бұны да көре кету керек. Мінекей көптеген жұмыстар бар екен. Bus driver, маршрут, анау тағы да көптеген 4 кезең бар. 4-еуіне кіріп жұмыс істейсіздер, бірақ мына жерде рубль деп тұр екен, оны кейіннен теңгеге айырбастауы мүмкін. Енді тағы қандай жұмыстар бар көрейік. Қазір сарылардың бүкіліне барып көреміз. Уақытымыз болса егер. Қазір жұмыстарды іздеп көрейік. Достар, мына сарыларды не екен білмедім. Мына жерде бірақ сары көрсетіп тұр, бірақ ол үйде қошым берген тұрған жоқ. Мінекей мынау банк. Походу банк деп ойлаймын, өйткені доллардың суреті тұр. Негізі банк болу керек. Окей. Мәссаған достар. Мынау банк. Мәссаған.
Мой счет. Снять средства, внести, открыть счет, открыть этень. Ол парольді сіздерге көрсетпеймін. Былай қазір пароль менде мынандай болады. Және де ваш любимый экран. Достар, міне мен өзім сайтымды аштым. Және де қазір мой счет 0. Внести жоқ. Дұрыс, внестиден 50 миллионда салып. Ойбай, мына жерге сонда не жерге? Пароль жазып кеттім, кешіріңіздер достар. Қазір мына жерге 50 миллион жазамыз. 50 миллион салып тастайын. Керек емес походу. О, 50 миллион. Енді шығамыз. Содан кейін не жұмыстар бар екен, тағы да көптеген жұмыстар бар деген жаңа бір ойыншы айтқан тұғын. Тағы қай жерде жұмыстар бар екен. Және де бұл серверді айтпақшы, мойка бар деген тұғын. Бұл мойканы қазір көрейін мен. Гараж тұрған сол мойка болуы мүмкін. Қазір көру керек. Мына жерден секіріп кетейін. Салайық шоу қысқартып. Қай жерге түсіп кеттік? Вообще машинаны бачтын шығарып жатырық. Сонда не болса да видео үшін басамыз. Ұхти. Сар. Тут баста. Чё? Нанек. Чё, мына машинаны шығарып алу керек. Чё-то мынау басқаша. Қазір өзім жуатын шығармын әлде. Чё, мынау дым түсінген жоқпын достар. Мына жерде бірдеңке тұратындай. Болды, бастаймыз. Өзі түседі. Мынау не вообще? Түсінбедім мен. Қой құрсын кеттік. Бұл енді тұрсын. Қазір мінекей бара жатырмын. Дұрыс емес екен, көлік жуу дейтіні. Енді мына жерде бензин заправка сұрақ белгісімен тұр. Менде 187 литр. Почти менде толып тұр. Қазір бір жұмыстарға барып көрейік. Мына жерден жұмыс көріп тұрмын мен. Осы жұмыстың бағасын біле кетейік. Ой, қалай қазір мінекей. Мына жақпен барамыз походу. Енді достар, видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Енді мен видеомды микрофонмен түсіріп отқандықтан ондай тәжірибем жоқ. Опытный адам емеспін. Неке бір қорап 60 мың теңге береді. Негізі ең тиімді жұмыс осы деп ойлаймын, өйткені өзіме осы жұмыс ыңғайлырақ. Кімге қай жұмыс ыңғайлы, өзінің ұнатқан жұмыстарын жасайды бұл серверде. Бүкіл жұмыстары бар десем де болады. Бір админнен сұрағанмын, негізі 6-7 жұмыс бар деді. Көптеген жұмыстар бар екен. Жаңа көрдіңіздер, мойка. Мен өзім дұрыс қолданбай жатқан жарым, білмеймін, бірақ дұрыс істей алмадым. Өзіңіздің машинаңызды жуасыз. Және де геліктің номері неге админ панелден шыққан көлік сияқты тұрген. Енді білмей түсініксіз болып тұр ғой. F7 не бар? F7 аудару бар екен. F6 мындай F5 F5 жоқ, F4 жоқ. F3 бар, мінекей ойыншыға сату, базарға сату, іздеу, ашу, жабу, шығару, кетіру, әкелу, парковка. Екіден андай бар екен. Мынандай бар екен. Осындай. Сосын не бар тағы? Графика жөндеу. Ох, достар.
Мәссаған. Бір әдемі вид тауып алу керек, негізі әдемі бір күшті нелер тауып алсақ. Енді достар, видео осымен аяқталды деп ойлаймын, өйткені сервердегі барлық нәрсені көрсеттім. Осы қалада барлық орналасқан екен, басқа қалаларға өзіңіз барып кәдімгідей түсірсеңіздер болады. Енді мини обзор. Кездескенше осы серверде дрифт және де көптеген видеоларды шығаратын боламын. Ал қош сау болыңыздар достар. Сіздермен еркін